Саламатсыздар ма YouTube көрермендері? Бүгін мен сіздерге Zoom бағдарламасымен қалай жұмыс жасау керектігі туралы үйрететін боламын. Ол үшін біз Zoom бағдарламасына кіреміз, тіркелеміз, ноутбугымызға қондырамыз. Қондырып болғаннан кейін, тіркелгеннен кейін осындай бетше ашылады. Новая конференция деген бөлімге кіреміз біз. Новая конференция деген бөлімге кіргеннен кейін осылай ашылады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл дегеніміз біздің дауысымызды тексеру функциясы, яғни проверить етіп көреміз. Жақсы естіліп тұрса, 1-2-1-2 біздің дауысымызда шығып тұр. Болды. Бұл мәселе шешілді. Ал бұл төмендегі панелдерге қарап шығайық. Демонстрация экрана деген бар. Бұл дауысымызды бақылау түймешесі. Бұл өзіміздің түрімізді көрсету. Қазіргі жағдайда менің ноутбугымның камерасына байланысты қиындықтар туындап тұр, сондықтан менің түрім көрсетіліп тұрған жоқ бұл жерде. Остановить етіп қойсақ, менің суретім ғана көрсетіліп тұрады. Бұл жерде жалғыз адам отыр деген сөз, яғни осы конференцияға қатысып жатқан қолданушылар туралы ақпарат бар бұл жерде. Көріп көрейік міне ішіне. Міне оң жақ қапталында жалғыз өзім отыр екен организатор және кешіріңіздер, шақыру түймешесі. Яғни осы түймешені басу арқылы кофе-бет урл деген бар, осыны басамыз. Бастық. Енді біз достарымызды осы конференцияға шақырамыз. Ол үшін әрине WhatsApp-қа хат жолдаймыз. Дайындап қойдым мен. WhatsApp-қа хат жолдаймыз. Енді өзіміздің бағдарламамызға қайтып барамыз. Бағдарламамызға қайтып бардық. WhatsApp-қа хат жолдадық. Енді WhatsApp-тағы адамдар жайлап осы бағдарламаға қосыла бастайды. Күте тұрайық, мен қосылып жатырмын өзімнің телефоныммен. Мінекей. Менің телефонымды көріп тұрсыздар экраннан. Мен видеоны қостым. Міне менің түрім көрсетіліп жатыр. Бұл менің телефондағы түрім. Яғни барлық адамдарды осылай телефон арқылы көріп отыруға болады. Әзірше тоқтатып қоюыма да болады. Немесе қосылып тұра берсін. Телефонымдағы жағдай осындай. Енді кеттік, біз ары қарайғы жұмыстарды жасайтын боламыз. Ол үшін мен сіздерге келесі түймешелерді үйрететін болам. Мына жерде демонстрация экрана деген бар. Демонстрация экранын басып көрейік. Мына жерде көрініп тұрған дүниелердің барлығы менің компьютерімді тап қазір ашық тұр. Яғни Office ашық тұр, WhatsApp ашық тұр, PowerPoint ашық тұр. Яғни PowerPoint-та бастым мен, мінекей. PowerPoint-та басқан кезде телефондан қарап отырыңыздар. Менің компьютерімдегі материалдар көріне бастайды. Көрдіңіздер ме? Мен өзгертейін. Экранны келесі бетке ауыстырдым. Телефонда да сол бетке ауыса бастайды. Яғни мен телефондағы адамдарға өзімнің компьютерімдегі, ноутбугымдегі дүниелердің барлығын көрсетіп жатырмын. Егер ол адамдар түсінбей жатса, телефон арқылы функцияларды пайдаланып, мынандай стрелка жіберу мүмкін, мынау дұрыс па деген сияқты. Мен дұрыс деймін. Немесе бізде чат деген бөлім бар. Остановить демонстрация дегенді басайық. Қайтадан бас панелге өтейік. Чат деген бөлім бар. Чат деген бөлімге өтейік. Чат деген бөлімге өттік. Енді мен қолданушылармен осы чат арқылы сөйлесе берем. Қалай? Сабақ ұнап жатыр ма? Олар тиісінше жауап беру мүмкін, смайликпен жауап беру мүмкін. Мінекей, деген секілді, жоқ деген секілді. Бізге олардың хабарламасы мінекей. Бас бармақтың смайлиге келіп тұр. Дәл осылай чат арқылы сөйлеседі, немесе онымен тікелей байланыс жасауға да болады. Ол үшін ол өзінің дауыс күшейткішін қосып қою керек. Яғни оның дауысын есту үшін, түрін көру үшін осылай өз жағындағы функцияларды реттеуі тиіс.
Жалпы Zoom бағдарламасын қолдану өте оңай, сіздер де қолдансаңыздар болады. Математика пәніндегі адамдар болсын, жаратылыстану, география болсын, жалпы өзі сөйлеп отырып компьютеріндегі дүниені көрсеткісі келсе, міндетті түрде осы Zoom бағдарламасын пайдалансын. Өте тиімді бағдарлама. Түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, пікір алаңына қойыңыздар. Мен тағы да кеңінен осы бағдарламаны алдағы уақытта таныстырып шығамын. Егер сіздерден сұрақ болса. Әзірге айтарымыз осы. Келесі кездескенше қош, есен сау болыңыздар.